Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен мен Марияш осындай әдемі тағамның түрімен бөлісетін боламын. Өте әдемі көрінеді, дәмі де ерекше болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Ол үшін міне қарапайым бізде заттар ғана қажет болады, осылар ғана. Етімізді жақсылап қуырып аламыз, қызған сұйық майымызға салып, тұзымызды салатын боламыз. Етіміз жұмсарғанша жақсылап қуырып пісіріп алыңыздар, қақпағын жауып пісіріп алатын болыңыздар. Мен ол етіміз піскенге дейін күрішімізді да пісіріп алайын дедім. Мен сұйық май қолданбаймын. Күрішімізді мен осындай сары майға жақсылап араластырып кішкене қуырып аламын. Дәміне қарай тұз салыңыздар. Сары май өте ерекше болып шығады, дәмі де әрі жабыспайтын болып шығады. Батқанша суын құйып, қақпағын жауып 15-20 минутта пісіріп аламын. Тез ақ піседі. Пісті, жабыспайды, дәмі де ерекше болып шықты. Енді мен етіме қарайтын боламын, қақпағын жауып қояйық. Етімді қуырылып жатыр екен, үстіне пиязын салып, оны да бірге қуырып аламын. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш, соевый соус, қалаған приправаларыңызды қолдана берсеңіздер болады. Осылай болып қызартып қуырып алдым. Үстіне томат салатын болам. Томатты да жақсылап қуырып алыңыздар. Енді үстіне мына болгар перецімізді, болгар бұрышымызды, мен үйде осындай қияр туралған көк пиязым да бар екен, соны да қосып жібердім, түрі әдемі болып шығады. Көп қуырмайсыздар, аз-ақ қуырасыздар. Қайнаған суды үстіне құйып бір бұқтырып алыңыздар. Көп қайнатудың қажеті жоқ. Мен күрішімді осындай кесеге салып әдемі форма шығардым. Енді шетінің бәріне осындай етіп етіміз бен болгар перецімізді әдемілеп салып аласыздар. Өте әдемі әрі ерекше болып шықты. Қонақ келгенде жасасаңыздар, столда әдемі көрінеді. Ас болсын. Рахмет.